Нұрсұлтан қаласындағы ұлттық музейде Ұлытау өңірінен әкелінген болған ананың жаңғыртылған бейнесі және басқада жәдігерлер қойылған көрме ашылды. Іс-шара Алтын Орданың 750 жылдық мерейтойы аясында өтті. Тарихи деректерге сүйенсек, болған ана Жошы ханның немересі. Ал басқа деректе немере келіні. Бірақ белгілісі болған ана Шыңғыс хан әулетінен дейді мамандар. Бүгінгі көрменің өтіп жатқаны әрине бәрімізге үлкен мәртебе. Неге десеңіздер, біз бәріміз өз тарихымызды кеңінен білуіміз керек, өз тарихымызды кеңінен бүкіл дүниежүзіне паш етуіміз керек. Оның ішінде әрине көптеген азаматтар сол өңірде, Сарыарқа төңірінде істеп жатқан керемет археологтар бар, азаматтар бар, ғалымдар бар. Соларға көп рахмет айтамыз. 2018 жылы бұл ескерткішке кешенді ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу басталған. Зерттеу барысында кесенеде сән салтанатымен жерленген 35-40 жас шамасындағы әйел адам екендігі анықталған. Сол жерлеу орнынан бағалы матадан тігілген шапаны, алтын тостағы және сырғалары, айнасы, сондай-ақ аяқ жағына қойылған ер тұрманы табылыпты. Мазардан жалпы қазба жұмыстар жүргізілді. Енді жаңа көп айтылып кетті ғой, тостаған табылды, киген киімі, ұстаған дүниесі, оның ішінде пышағы, айнасы, ер тоқымы, етігі, жаңағы мынау халатының қалдықтары, бас киімінің қалдықтары бәрі қалды. Бұл зерттеу жұмыстар өз алдына, енді бұның бәрін ең бастысы халыққа таныстыру.